Сәлем баршаңызға, сіздермен мен Маржан. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, подписация етіп кетіңіздер. Қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен ойбай тортының рецептісімен бөлісемін. Бізге ең керегі жұмыртқа, 4 жұмыртқа, қант, май, Қазақстан шоколады және ұн, какао, разрыхлитель. Жұмыртқамыз бен қантымызды араластырамыз. Одан кейін микроволновкада май мен шоколадымызды ерітіп, жаңағы жұмыртқамыздың үстіне құйып, екеуін араластырамыз. Араластырған жұмыртқамыз бен майымызды, жұмыртқамыздың шоколад майымыздың үстіне ұнды 2-3 бөлікке бөліп, миксермен жай аз-аздан араластырып, қою болғанша араластырып, осындай 4 пергамент қағазға салып, осы кольцоның көмегімен домалақтап, маған 20 сантиметрмен істедім. Дайындап аламыз. Сосын көз мөлшерімен құйдым. Осылай домалақтап, тегістеп, бірдей қылып 4 пергамент қағазға жасадым. Осындай. Сосын креміне творожный сыр, сливки, сахарный пудра қолдандым. Жинау барысында жаңа кольцоға ішіне жинап, ішіне крем жағып, менде 4 слой шықты, 4 слойға жеткіздім. Осылай кольцоның жан-жағын қатты қысып, бір келкі болды. Жаңа кольцоның бетіне не жабамыз. Холодильниктің иісі сіңіп қалмас үшін осындай пергаментный қағазды алып, бетін жауып қойсаңыздар, ештеңе иісі де шықпайды. Әдемі, влажный болып шығады. Bir күн холодильникте сақтаймыз. Кешке істесеңіздер, обедте алып жіберсеңіздер болады. Пергамент қағазды жапқан фольга. Сосын жинау барысында осылай тегістеп, сыртының бәріне творожный сыр, сливки қолдандым. Осылай тегістеп, жан-жағын мен буйбай істедім да, бірақ сыртын қаптадым. Осылай әдемі қылып істеп, сатсаңыздар да болады. Негізі мен сатуға шығарам, бірақ бұл өзімнің 20-40 күндік баламның 40-нан шығаруына арналған тортым. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Осылайынан тегістеп, айналдырып, артық кремдерді алып тастап жасасаңыздар, қолдарыңыз бірінші кезде үйренбеуі мүмкін, бірақ кейін қайта-қайта істей берсеңіздер, осылай тегістеп әдемі болып үйреніп кетесіздер. Осындай торттарды көбірек салып отыруға тырысамын. Заказдарым келген кезде түсіріп. Бұдан да алда уақытта дамып, күшті торттар жасап келеді. Осындай. Осылай тегістеп болған соң, холодильникке бір слой жаққан соң, холодильникке 30 минут салып, кейінгі тағы үстіне тағы слой жағып, осылай тегістеп аламыз. Одан кейін дайын болған шоколад құйып, бетіне жазып, осылай арасын бөліп, жей берсеңіздер болады. 4 слой. Ал сіздерге ас болсын. Менің каналыма кіріп, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Маржан.